Баяғыда бір қалада бір жас жігіт көше бойында аяңдап келе жатып, бір ұрының дәрменсіз шалды тонап жатқанын көз шалып қалады. Ойланбастан ұрыға тап беріп, өз ауыр жарақат алғанына қарамастан, шалды бір ажалдан аман алып қалады. Дәні риза болған шал жігітті тау басындағы бір ағашқа ертіп барып, ондағы өсіп тұрған 3 түрлі жемісті нұсқайды да: ағын жесең ақылыңнан, сарысын жесең байлығыңнан, қызылын жесең әйеліңнен асып түсер пенде болмас, қалауыңды алғайсың балам деп бір тілегін орындамаққа бекінеді. Жігіт ұзақ ойланып, жалғыз өзім ақылды болғаннан не пайда? Егер дүйім халық надан болса, бәрібір мені түсінбес. Егер бай болсам, қызғаныштан дұшпаным артып, күндестерім көбейері хақ. Одан да ашу шақырғанда басу айтып, өзгелеріме ынтымағымды жарастыратын әйелім болғаны дұрыс деген байламға келеді. Бәрекелді шырағым, ақыл мен дәулет өзіңде, онсыз да бар екен деп манадан өз атын жасырып тұрған Қыдыр ата ақ батасын беріп кеткен екен.